Саламатсыздар ма? Электр қозғаушы күш және ток көзінің ішкі кедергісін анықтау тақырыбында біз медиадидактика бойынша тақырыпты талқылайтын боламыз. Жұмыстың мақсаты электр қозғаушы күш және ток көзінің ішкі кедергісін анықтау. Біздегі құрал жабдықтар источниктер, яғни 5 түрлі источникті алуымызға болады. Оның әрқайсысы мән әртүрлі қылып алып, оны есептейміз. Және де реостат, вольтметр, амперметр, және де қосушы, алушы кілт, және де реостатты түрлі мәнге келтіре отырып, вольтметр мен амперметрдің мәндерін алуымызға болады. Теориялық бөлім. Электр қозғаушы күші дегеніміз электр тізбегіне жалғанған табиғаты электростатикалық емес энергия көзі болып табылады. Тұйықталған тізбектегі электр тогы энергия көзінің электр қозғаушы күші әсерінен ағады. Тізбекте ток жоқ болған жағдайда, яғни тізбек ажыратылған кезде энергия кезінде электр қозғаушы күші пайда болады. Ом заңы дегеніміз электр тогының негізгі заңдарының бірі. Ом заңы өткізгіштегі ток күшінің осы өткізгіштің ұштары арасындағы кернеу және кернеудің байланысы болады, яғни U тең R көбейту I. Ондағы R өткізгіштегі геометриялық өлшемдеріне, электрлік қасиеттеріне және температурасына байланысты болатын пропорционал коэффициент болып табылады. Толық тізбек үшін Ом заңы осы формуламен белгіленеді және осыдан электр қозғаушы күшін табуымызға болады. Яғни ток көзінің ішкі кедергісі R тең U2 минус U1 және бөлінген I1 минус I2. Яғни бізде источник 1-2 бойынша екі түрлі мәнді есептеуімізге болады. Бірінші мәнді 5-46 вольт, екінші мәнді екі түрлі қылып алуымызға болады. Және осы екі источниктің мәнімен электр қозғаушы күшпен ішкі кедергісін анықтай аламыз. Біздегі қорытынды. Біз виртуалдық жұмыс бойынша электр қозғаушы күш және ток көзінің ішкі кедергісін анықтадық. Біз ішкі кедергінің формуласын толық тізбек үшін Ом заңына қорытып алдық. Біз виртуалдық жұмыста амперметр, вольтметр, реостат, кілт, жалғаушы сымдарды пайдаландық және көрсетілген өлшемдерді кестеге жазып, нәтижесінде ішкі кедергі мен электр қозғаушы күштің мәнін анықтадық. Сау болыңыздар.